Қараңыздар, алдымызда Hi-Fi көлігі. Көлікке енді отырайын деп тұрмыз. Бұл көліктер, обычный көліктер мана тұтқасы болады да. Ода ешқандай тұтқасы жоқ екен. Мынаны басасың дейді. Насыл есік ашылды. Мына жақта не үшін есік ашылмады? Себебі мына жақта бір адам тұрған кезде безопасность ретінде. Мәсен іштерін қараса кәдімгідей алюмин ғой, мына кәдімгідей. Мына Meridian аудиоакустика. Жо, ішін қараса енді. Мәсен. Мына монитор бері қарай жылжиды. Мына жақта монитор бар. Арт жағында панорама. Ал достар, енді қайсы? Мәссаған. Ё-ма. Анау экран бар. Аха. Онда мен ашамын. Мына машинаға достар, қазір толық обзор жасаймыз. Терезе ашылды. Мәссаған. Кино ғой мына кәдімгідей. Ё-ма. Мына машинадан кейін ешқандай машина қызықпайсың ғой. Тек қана осы машинаға мініп, армандап, ары қарай жұмысын жасап жүре бересің. Мына көлікке отырдық. Мына монитор бар ғой. Сырты кәдімгідей сапасы мықты, темір. Былай қарай қозғалады. Смарт. Купит деме. Мына мониторды қара. Кәсібасы сұмдық қана. Мәса ойын ойнауға болады. Кәдімгі Google. Не деген дөу монитор мынау. Мынаның қатысы масқара. Қойшы. Скорость проекцияда не көрсетіп тұр? Қойшы. Даже кейбір Қытайдың көліктерінде мынандай екен. Киноны, короче, скорость проекция лақтырып қояды да, ше. Скорость проекцияда прозрачный экранда былай кино көріп отырасың ғой. Ходовой ғой. Четко істеген, өте сапалы. Жұмсақ. Астыдан шум жоқ, жұмсақ жолдың өзі андай көріп отыр ғой. Мынаны тартса масқара ғой. Ой, машина секіріп отыр ғой. Кәдімгі анау айғыр аттар бар ғой. Жылып тұрғанша. Сол сияқты ғой. Алу керек болып тұр ғой мынаны. Есентайдың молында, короче, жанында тұрып, терезені ашып қойып. Қара. Ағайын бауырлар, біз Қытай көлігі нашар емес деп әлі ажатамай жүрген кезде қытайлар ешкімнің әңгімесін тыңдамай өздерінің заманауи жаңа технологиялық машиналарын шығарып жатыр. Қарасаңыздар, мына көлік 2023 жылғы көлік екен. Не деген керемет дизайн. Киноға, кинода даже мынандай машина жоқ қой. Hi-Fi. ТВ-сі ашыл жабылады. Қалай ерлан? Мощный ма? Сапалы қожада. Алькантара. Бұл көліктің артықшылығы мынандай дизайндер, барлықтар өте ерекше, және тұтқасы жоқ. Ерекше, және дөңгелектері барлық қалың, обшивка және арнайы сондай немен жасалған, пластмасс емес. Керемет. Мына көлікке шынайы сөз жоқ, сындым. Және колесадан қараған кезде мына көлік бізде ғана жақсы баға арзан болып тұр. Ал енді осы көлікке обзор жасаймыз, күтіңіздер.